Қарағанды политехникалық колледжінде полиция өкілдері, қоғам белсенділері және студенттердің қатысуымен нашақорлыққа қарсы күрес тақырыбында кездесу өтті. Шараға біздің түсірілім тобымыз да қатысты. Азамат Уәлихан Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің бірінші курс студенті. Бүгін ол өзге студенттермен бірге есірткі құқық бұзушылықтарына қарсы күрес тақырыбындағы конференцияға қатысты. Студенттің айтуынша, көбіне өз мәселесіне жеңіл жолмен шешім іздейтін, ертеңін ойламайтын адамдар есірткінің құрбанына айналады. Бұл іс-шарада бізге наркотикқа қарсы фонд өткізіліп жатыр. Бұл фонд бізге өте пайдалы, және де басқа да жас поколенияны бізді наркотиктан құтқаруға көмектеседі. Басқа жас балалар осы кибер наркотиктарға отырып алмау үшін. Өткені қазіргі закладчик дегендей солар телеграм арқылы жұмыс істейді, және де оны біліп отыру үшін. Өткен жылы Қарағанды облысында есірткінің заңсыз айналымына қатысты 320-дан астам жағдай тіркелген. Құқық қорғаушылар 445 келіге жуық тыйым салынған заттарды тәркілеген, оның ішінде героин де бар. Операциялар барысында 71 адам ұсталып, оның 32-сі жасырын салым арқылы таратушылар ретінде күдікке ілінген. 2025 жылдың 13 наурызынан бастап Қазақстанда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізілді. Енді есірткі қолданғаны үшін жауапкершілік тек қоғамдық орындарда ғана емес, пәтер мен жеке үйлер секілді жеке аумақтарда да қарастырылған. К сожалению, статистика регистрации. Өкінішке қарай есірткіге қатысты қылмыстардың тіркелу статистикасы тым ауыр демесек те, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері арасында ұсталғандар бар. Біз осындай алдын алу іс-шараларын жасап, дәрістер оқуды тұрақты түрде өткіземіз. Әрбір оқушыға, әрбір жасқа жеткізіп айтуға тырысамыз. Себебі бұл біздің балаларымыз, біздің болашағымыз. Меніңше біз бәріміз солар үшін жауаптымыз. Біз бұл туралы айтуға, түсіндіруге міндеттіміз. Шара барысында қоғам өкілдері есірткіге байланысты жеке оқиғалармен бөлісіп, қиындықты ақылмен шешіп, жақын жандардың қолдауы маңызды екенін атап өтті. Колледж студенттері нашақорлықпен күреске бағытталған жобаларын ұсынды. Осындай бастамалардың бірі есірткіге қарсы еріктілер қозғалысын құру болды. Шара соңында қатысушылар мамандарға сұрақ қойып, өздерін толғандырған мәселелерін талқылады. К сожалению, несмотря на принимаемые меры на сегодня, Өкінішке қарай, қабылданып жатқан шараларға қарамастан, еліміз бойынша соңғы 4 айда есірткінің заңсыз айналымына тартылған 27 кәмелетке толмаған жасөспірім ұсталды. Олардың ішінде байланыссыз, яғни жасырын салым тәсілімен айналысқандары да бар. Ескерту жасалғанына қарамастан осындай статистика бар. Біз жыл соңына дейін арнайы жоспар құрдық. Оқу орны аяқталғанша еліміздегі әрбір мектепті аралап шығамыз. Дәрістер, жүздесулер мен интерактивті ойындар өткіземіз. Есірткі тек денсаулыққа емес, тағдырға, отбасы мен болашаққа да үлкен қауіп. Әр адам салдарын түсініп, саналы таңдау жасау керек. Тіпті бір рет қолданып көру үлкен тәуелділікке алып келуі мүмкін. Ералы Ғани, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.